Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 99-шы сабақ «Айт құтты болсын» тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма оқы және жаттап ал. Айт: жер жүзі көкшіп болып түрленгендей, қызарып бәйшешектер гүлденгендей, киініп қыз келіншек жарқылдайды, бір түрлі жаңа тұрмыс түргенгендей. Өлеңнің авторы Сұлтанмахмұт Торайғыров. Екінші тапсырма түсініп оқы. Айт күндері. Айт құтты болсын, айтсын жақсылығы бірге болсын. Жыл 12 айда бір келген жарықтық айт қой, бұл күнді көрген де бар шығар, көрмеген де бар шығар. Ауыл адамының бәрі қыбырлап, ерсілі-қарсылы кезіп жүр. Бәрі де әдемі киінген, жүздерінде қуаныштың белгісі бар. Жер ошақ біткеннің көбінде асылған қазан, ақ көбігі бұрқылдап ет қайнап жатыр. Бір топ қыдырып, айтты қалып жүр. Ауыл гу-гу. Айт құтты болсын, жақсылығы бірге болсын. Мәтіннің авторы Бейімбет Майлин. Үшінші тапсырма түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Бейімбет Майлин жазушы, ақын, драматург. Ол 1894 жылы дүниеге келіп, 1938 жылы дүниеден озған. Бейімбет Майлин Қостанай облысы Таран ауданы, қазіргі Бейімбет Майлин атындағы ауылда туған. Ол әңгіме жанрының асқан шебері. Төртінші тапсырма мәтіндер бойынша айт мерекесіне қатысты 3 сұрақ дайында және оларға жауап бер. Төртінші тапсырма айтта қандай сөздер айтылады? Ауыл адамдары қандай болады? Бір-біріне адамдар қандай тілектер айтып қарсы алады? Айтта балалар айт оң болсын, айттан айтқа аман есен жетейік деген сияқты жақсы тілектер айтылады, иә? Ауыл адамдары әдемі киімдерін киіп, үлкен кісілер қазақша киімдерін киіп, балаларға бата беріп, барлығы қуанышты күйде болады, иә? Бір-біріне адамдар өте жақсы тілектерін жаудырады. Бесінші тапсырма айт күні айтылатын 5 тілек жаз. Балалар, айт мейрамы құтты болсын, отбасыңызға амандық, береке тілеймін. Екінші тілек: айт қабыл болсын, баршаңызға молшылық пен бақыт тілеймін. Жүздеріңізден қуаныш кетпесін, айт мерекесі жақсылық әкелсін. Айттарыңыз қуанышқа толы болсын, жүректеріңіз мейірімге толсын. Денсаулықтарыңыз мықты, тілектеріңіз қабыл, істеріңіз табысты болсын. Аумин, айтқандарыңыз келсін. Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.